Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен түріктердің оригинал рецептісі бойынша жасалған өте дәмді баклава пісіреміз. Алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқаға 100 грамм сұйық майды қосып, 120 грамм 15% қаймақты қосып, бір келкетіп араластырып аламыз. Үстіне 1 ас қасық алма уксусын қосамыз. Міндетті түрде алма уксусы болу қажет, кез келген үлкен супермаркеттерден таба аласыздар. 1 шай қасық тұз, 5 грамм қопсытқыш разрыхлительді қосып араластырамыз. 450-480 грамм електен өткізілген ұнды қосамыз. Жақсылап иін қандырып, қамыр илеп аламыз. Иі қанған қамырды 12 бөлікке бөлеміз. Қамырымыздың бетін суланған және қатты сығылған орамалмен жауып қоямыз. Міне осындай жұмсақ қамырлар шығады бізде. Кеуіп кетпес үшін жабамыз. 1-ден немесе 2-ден 3-ден алып жайсаңыздар болады. Қолдарыңыз үйренгеннен кейін әзірше 1-ден жайып көрсетеміз сіздерге. Арасына міндетті түрде жүгері крахмалын пайдаланған дұрыс болады. Болмай жатса 100 грамм ұнға 100 грамм картофельный крахмалды қосып араластырып пайдалансаңыздар болады. Қамырымызды барынша жұқа қылып жаямыз. Неғұрлым жұқа болған сайын баклаваларыңыз соғұрлым әдемі болады. Жұқа жайылған қамырларымызды бір-бірінің үстіне қойып шығамыз. Араларына ештеңе жақпаймыз. Қамырларымызды 2-ден жайғанда міндетті түрде арасына молынан крахмалымызды жағып отыру керек. Олай болмаса бір-біріне жабысып қалады. Және аударып отыру қажет. Аудармасаңыздар біреуі үлкен, біреуі кіші болып қалады көлемі жағынан. Енді қамырымызды бір келкі 4 бұрыштарға бөлуіміз қажет. Неғұрлым 4 бұрышы теңдей болса, соғұрлым баклаваларымыз әдемі болады. Сол үшін мен бастапқы 1-2-ін 7-7 см қылып өлшеп кестім. Қалғандарын көз мөлшермен сол 7-7 см шамалап кесіп алдым. Бір бұрышына кез келген жаңғағымызды салып аламыз. Менде грек жаңғағы, ал сіздер арахис, фисташкиді пайдалансаңыздар болады. Фисташкимен өте дәмді шығады. Не болмаса, кокосовый стружка пайдалансаңыздар, кокосты баклава шығады. Үстіне қаймақлы салмамызды видеодағыда көрсетілгендей ұзынша етіп салып, осылай түйеміз. Қаймақлы салмамыздың жасалуы келесі видеода көрсетілген. Түйіп, баклавамызды формамызға жайғастырамыз. Енді бізге майлы масса қажет. Ол үшін сары майға сұйық майымызды құйып, ертеміз, сүзгіден өткізіп аламыз.
Баклаваларымыздың бетіне біркелкі етіп жақсылап жағып, қалғанын үстінен құйып, 180-200 градуста ортаңғы деңгейінде духовканың қызарғанша 40 минут пісіріп аламыз. Духовкадан жаңа шыққан баклаваларымыздың үстіне ыстықтай қайнап тұрған сиробымызды біркелкі етіп толықтай құйып аламыз. Сироптың дайындалуы келесі видеода көрсетілген. Бөлме температурасында суығаннан кейін баклаваларымызды міндетті түрде холодильникқа бір түнге қоямыз. Тура рецепті бойынша жасасаңыздар, сіздердің баклаваларыңыз міндетті түрде дәмді әрі әдемі шығады. Қаймақлы салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге 250 мл суық сүтке 50 грамм жарма ұнтағын саламыз. Яғни манная крупаны салып, отқа қоямыз. Қайнағаннан кейін отымызды азайтып, қоюланғанша қайнатамыз. Қоюланғаннан кейін газдан алып, ыдысқа салып, бетін жауып қоямыз. Пищевая пленкамен жауып, суығанын күтеміз. Қаймақлы салмамыз дайын. Сироп дайындауға кірісеміз. 600 мл суға 500 грамм қантты саламыз. 1 тілім лимонды салып, 30 минут орташа отта бұрқылдатып отырып қайнатамыз.